Сәлем достар, бүгін мен макарон пісірейін деп жатырмын. Менімен бірге макарон пісірейік. Ол үшін бізге 2 пияз, 2 картошка және жарты сәбіз керек. Сәбізді қоспасаңыздар да болады, өз еркіңізде. Пиязды жақсылап турап аламыз, екеуін. Сәбізбен бірге араластырамыз. Осы араластырып қойып қоямыз. Сәбіз бен пиязды бірге қуыра берсеңіздер болады. Сөйтіп картошканың жаман жерлерін алып тастап аламыз да оны тураймыз, үшін кубик қылып тураймыз. Тура видеодағыдай. Және бізге осындай окорочка керек. Енді осындай алақандай окорочка керек. Сөйтіп окорочканы аламыз. Дәу-дәу қылып турай беріңіз, өйткені окорочка майға түскен кезде бүрісіп қалады да, сөйтіп кішкентай болып қалады. Сөйтіп мен енді сәл кішкентай қылып жібердім, негізі дәу-дәу қылып істесеңіздер болады. Негізі дәу-дәу қылып істеу керек қой. Осындай нелерді ала берсеңіз болады. Сөйтіп қазанды қыздырып аламыз, бірінші отқа қойып. Сөйтіп май құямыз көз мөлшерде. Егер көз мөлшерде қоя алмаймын десеңіздер, осындай стаканға тола қылып құйсаңыздар болады. Сөйтіп етті аламыз, етті қайнап тұрған қызған майымызға саламыз, осылай. Сөйтіп қызартып бір қуырып аламыз. Сөйтіп етін сәл жауып қоямыз да, 1-2 минут өткен соң кішкене қарасаңыздар, қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Окорочка. Сөйтіп оған пиязыңызбен сәбізіңізді саласыздар. Ол жақсылап қуырылып, есеп болған соң, солып қалған соң картошка саласыздар. Сөйтіп бәрі бірге қызарып қуырылған соң үстіне томат саласыздар. Томатты 1 қасық салсаңыздар, тола 1 қасық томат салсаңыздар болады. Томат салмасаңыздар да болады негізі. Сөйтіп томат салмай тұрып, бірінші қастарыңызға 1 шайнек су дайындап алсаңыздар. Сөйтіп томатымыз қызып болған соң 1 шайнек суды осылай құямыз. Макароныңызға қарай құясыздар ғой. Сөйтіп осындай 1,5 қасық тұз саласыздар. Сөйтіп ол қайнаған соң үстіне макарондарыңызды саласыздар. Макаронды біз үйде 8 адам бар. 8 адамға арнайы бір отбасы дайындадық. Сіздер енді өздеріңізге қарай дайындайсыздар ғой. Макаронын біз бәрін салдық. Су, макарон суға жетпей тұру керек қой, осылай тура. Судың бетіне шығып кетпейше. Осылай тұру керек. Сөйтіп макаронымыз қайнаған соң бетін жауып қоясыздар. Қайнаған соң ашасыздар да, қайнап жатқан белгілі болады. Сөйтіп ашып, астынан жоғарға 1-2 аударып қоясыздар да, жауып қоясыздар. И астын пәсетіп қоясыздар. Астын жайға пәсетіп қоясыздар. Араласып болған соң, сөйтіп қақпағын жауып қоясыздар. Жауып қойған соң 5 минуттан кейін келіп араластырып тұрыңыздар. Араластырып болған соң қойып қоясыздар. Осылай